О мәңгі ұлы бір Құдай, о мәңгі қасиетті жаратушы, о мәңгі қымбат домалақ ғалам. Мен санассам да, сенімен санаспасам да, сен мені санастырасың әділшілік ауамен. Әділшілік ауамен әр кезде мен санасып тұрам. Өйткені бұл жермен және әділшілік ауамен міндетті түрде сен жаратқанын, менің әкем мені істегенін, мен анашымның ішінен пайда болғанын, мен туылғанын, анам мен туғанын. Содан әкем мен көргенін, сен де мені тірідей көргенін, 100% көргенін. Мен осы ауамен, жермен санасам міндетті түрде. Өйткені бұл ауа 100% әділшілік ауасыз бітпеушіліктен алынған. Сен қосқан өмір сүру үшін. Өмірге пайда әділшілік 100% ауамында бәрі бар. Біздің байланыс арамызда махаббат байланысы, сыйластық байланысы. Анашымды жақсы көрем, әкешімді сыйлаймын. Саған әр кезде сиынып тұрамын. Мен сен сиындығымын, адам баласымын. Мен және қарадым, түрім жаман болып кетті кәдімгідей. Атаман қып тастадым ба, білмеймін мен. Женістің атаман болды емес, қазақ. Болғанда ана дүниеде бар есі, соның түрі болып кетті. Мен өзімді солай құрағам. Негіз. Шон Аслан 18%-ға жаман. Бұл енді бір сөзбен айтқанда, құдайдық сындырады 18%. Сындырады құдайдық 18%. Өмір сындырады өмір. Біз бір-бірімізді сындырамыз. Маған бостандық керек, басыма. Сендерге бәріне мен басымнан биіктілік алу керек. Болды. Бұл сөз, сол сөз. Маған әр кезде қайда жүрсем де бейбітхан болып, бос адам болып, білімге ұрлықшы болып, жалғыздық арлан болып, жүрек он қарға болып, анашымның баласы болып, әкешімнің жолы болып, құдайдықтың сиындық болғаныма сол мақсат мәңгі. Аумин.